Barchaga salom dostlar. Sizlar men sport жаңалыктар. Videoni bostamас burun arnaga tirkelamiz, videoga like basamiz. Bivol men жеңилмеген мексикалык салмак өлчөдө. Бүгүн бокс жаңалыктары болады. Жартылай орта салмакта WBA Super белбеуі егер ресейлик Дмитрий Бивол мен мексикалык Хильберто Рамирес жекпе-жек алдынан салмак өлчөө рәсмин катысы деп жазады. Қос боксшыда 79 кило салмақ тіркелді. Бұл айқас 5 қараша күні Абу-Дабидегі Этхад аренада өтеді. Жекпе-жек 12 раундқа жоспарланған. Бивол осымен 4-ші рет титулды қорғамақ. Ресейлік боксшы жеңіске жеткен жағдайда келесі жылы мексикалық Саул Канело Альвареске реванш беру мүмкін деген ақпарат та бар. Солақай, промоутер Канело кімнен қорқатынын айтты. Gold Buy промоутерлік компаниясының басшысы Оскар де ла Хойя, екінші орта салмақтағы әлемнің абсолют чемпионы Саул Канело Альварес отандасы Хильберто Рамирестен сескенетінін айтты. Бұл туралы бокс скул жазып отыр. Зурдо Рамиресті лақап аты Солақай дегенini білдіреді. Биволдың жеңісі ол Канелоның айқасқа шақыратыны анық, ал Альварес өз кезегінде мексикалықтармен айқаспаймын деген сылтаумен жекпе-жектен қашады. Боксшылардың айналып өткісі келетін қарсыластары болады. Міне Саул де Рамиреспен жекпе-жекте қаламайды, деді Канелоның бұрынғы промоутері. Мұның алдында Саул Альварес мексикалық болғандықтан Давид Бенавидес пен Рамиреспен де айқасқысы келмейтінін айтқан болатын. Ал Дмитрий Бивол мен Рамирес жекпе-жек 5 қараша Абу-Дабиде өтеді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Алдағы конкурстарда болады достар. Баршаға сәттілік.